Бірінші есеп олар ара қашықтығы 1200 км елді мекенді автомобиль сағатына 120 км сағаты жылдамдықпен жүрсе, мотоциклші одан 3 есе кем жылдамдықпен жүреді. Велосипедші мотоциклшіден 2 есе аз жылдамдықпен жүрсе, әрқайсысы осы ара қашықтықты неше километр сағатта жүреді. Екінші есеп құны А теңге болатын 7 кітапқа 777 теңге төленсе, бір кітаптың құны қанша? Үшінші есеп құны А теңге болатын 450 кітапқа қанша теңге төленеді? Жауабын өрнек түрінде жазыңыз. Төртінші есеп координаталық жазықтыққа бірлік кесіндінің ұзындығын 3 см деп алып, 1-ден 6-ға дейінгі сандарды жазып, жұп натурал сандар сәйкесінше МК-ды нүктелермен белгілеңіздер. Балалар, осы тапсырмаларды қазір орындап, дәптерлеріңізге орындап, маған өткізіңіздер.